Сәлем достар, сіздермен Алтынай. Бүгін сіздерге хаттаманың ең керемет рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Осындай дәмді, хит болған қатпарлы хаттаманы бірге жасайық. Алдымен суымызды мөлшерлеп құйып аламыз. Міндетті түрде газдалған сусын қолданыңыз. Одан кейін тұзымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды алдын ала ситадан өткізіп дайындап қойдым. Тек мөлшердегі ұнды ғана қосып илейміз. Осылай жақсылап қамырды илеп, тындырып қоямыз. Одан кейін барып, бұл қамырымызды 3-ке бөліп аламыз. Енді осы 3-ке бөлінген қамырды әрқайсысын жұқа етіп, жақсылап жаятын боламыз. Дөңгелек етіп жаю маңызды емес, ең маңыздысы жұқа етіп жаю. Қамырымызды жайып болған соң, сары майымызды ерітіп, жақсылап барлық шетіне тегізіп, жағып шығамыз. Қолмен, қасықпен жақсаңыздар да, щеткамен. Шетіне жағылмай қалған қамырды осылай бір-біріне жабыстыру арқылы майды жақсаңыздар болады. Арасына ештеңе салмасаңыз да болады. Мен пияз салдым, немесе көк пияз салсаңыз да болады, өз қалауыңыз бойынша. Одан кейін оқтаудың көмегімен осылай орап аламыз. Ораған соң еттің қамырына ұқсатып осылай бөлеміз және оны 2-ге, одан соң тағы 2-ге, сонда бар жоғы 4-ке бөлінеді бұл қамыр. Міне бізде 4 қаттама шықты. Екінші біздің қамырымыз жаюлы. Сары майын жағып, мінекей, шетін осылай майдың көмегімен жағып, тағы да кішкене созыңқырасаңыздар болады. Жайылмай қалған жерін жұғартып. Мінекей пиязымызды салып, бұны да жаңағыдай 4 бөлікке бөлетін боламыз. Сонымен бастапқы 3 зуала қамырымыздан 12 штук қатпарлы қаттама шығады. Осылай бөліктерге бөліп орап болғаннан кейін пакетке салып, тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа 10-15 минутқа қойып аламыз. Өйткені майы еріп тұр. Кішкене қатыңқырап. 10-15 минут өткеннен кейін біртіндеп алып, осылай дөңгелектеп, жұқалап жайып аламыз. Сковородканың көлеміне сәйкес келтіріп. Одан соң осы табамызды қыздырып аламыз. Майымызды кішкене ғана құямыз. Бір шамамен шай қасықпен 2-3 қасық қана. 2 қасық қана. Сосын қамырымызды салып, осылай қолымыздың көмегімен айналдыра отырып пісіреміз. Немесе қолмен пісіргіңіз келмесе, осылай вилканың көмегімен айналдырсаңыз да болады. Содан соң екінші бетін пісіріп аламыз. Майы жеткіліксіз болса, кішкене құясыздар. Көп құюдың қажет жоқ майдың. Мінекей, қаттамамыз пісіп шықты. Өте дәмді болады. Өздеріңіз жасап көріңіздер үйде. Әрі қол жетімді. Мұнда қазір ыстық болып тұр. Қараңыздаршы, қандай қатпарлы, әрі дәмді, әрі қытырлақ сырды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецептпен керемет шығады. Рахмет назарларыңызға. Сіздермен болған Алтынай.